Matching деген, яғни сәйкестендіру. Бұл көбінесе фразаларды немесе анықтамаларды сәйкестендіру керек болады. Соларды тексеретін сұрақ. Біздің мысалда match the parts of set expressions, яғни тұрақты сөз тіркестердің бөлшектерін, бөлімдерін сәйкестендіріңіз деп тұр. Мына жерде do, make, have деген етістіктер және олармен бірге қолданылатын сөздер бар. Мысалы, a decision, a headache, және homework деген сөздер. Homework үй жұмысы. Сөйтіп, do деген steal, make деген жасау, have деген ие болу деген сөз бар, етістіктер бар. Олар көбінесе ағылшын тілінде тұрақты сөз тіркестердің етістіктер болып табылады. Do бізде көбінесе do homework, яғни үй жұмысын орындау деген, істеу деген сөз. Үй жұмысын істеу, орындау, do homework. Make a decision деген болады, яғни қабылдау, яғни шешім қабылдау, a decision, және соң қалған have a headache, яғни бас ауырып тұр, have a headache, именно осылай болу керек. Яғни бізде 1C, мынау, немесе мынау, 2A, мінекей мынау, уже үшінші қарамасақ та болатын еді. Және 3 контрольный have B, have a headache, бұл 3B. Яғни біздің дұрыс жауабымыз B болып шықты. Do, make, have деген сөздермен қолданылатын тіркестерді, сөз тіркестер, тұрақты сөз тіркестерді, соны жаттап алыңыздар, қайталап. Айтайын, бұл 9 сыныптарда бар, 9 сыныптың программасында бар. Соны кітаптарыңызда қайталап қарап шығыңыздар. Мұнардың орнына тағы да get деген етістікті келу мүмкін, немесе be деген етістікте келу мүмкін еді. Солармен бірге де қолданылатын тұрақты сөз тіркестер бар. Соған дайын болыңыздар, қайталап шығыңыздар. Бұл сәйкестендіру. Немесе definition, бір сөз беріледі, оның анықтамасын табыңыз. Немесе бір анықтама беріледі, солардың мағыналарын, сөздерін, сол мағынаны беретін сөздерді табыңыз, солармен сәйкестендіріңіз деп сұрау мүмкін еді. Бұл matching деген формат. Келесі. Диалогтар. Диалогтар, find a deleted message to complete the dialogue, және бірнеше несі иконкалар бар, смайликтері бар сөздер, сөйлемдер. Мына жерде біздің барлығымыз білетін, жақсы қолданылатын, көпшіліктің қолданатын WhatsApp деген диалогы бар, Bubble. Маратпен сөйлесіп жатыр екенбіз. Марат мінекей. Маратқа не деп біз? Hi Марат. Яғни мына жерде біздің сөздеріміз, оң жағында, сол жағында Мараттың сөздері. Hi Marat, және қолын сілтеп жатыр. Remind me please, what did you say you did last night? You did last night. Кеше сен не істеген деп айтып едің маған. Не істедің деп айтып едің. Және бір нәрсе жазған екен, соны кейін өшіріп тастапты. Сол өшірген несін, сөздерін, сөйлемін табуымыз керек. Оны контекстіден табамыз. Оның алдыңғы және соңғы сөйлемдерінен табуға болады. Oh really деген деп менің реакциям шыққан екен, болған екен. Oh really? Okay then. Жарайды, олай болса жарайды. Солай ма деп. Біз сөйлем жөнімен қалдырдық. Сөйтіп, көрейік. Бізде кеше не істегеніңді айтып едің деп сұрағанда, ол бізге бір нәрсе айтқан екен. Біздің одан кейінгі реакциямыз жарайды, олай болса жарайды, мақұл. Сөйтіп, А нұсқасында I have nothing interesting planned. Менің, қараңыздар, бұл өткен шақ. Did last night. Did you say you did last night? Бұл past simple tense, яғни бізде past simple tense-та бір нәрсе болу керек еді Мараттың сөздері. Бізде болса have деген осы шақ, және planned, пландаған, менің еш нәрсем жоқ. Қызықты бір нәрсе, пландаған бір нәрсем жоқ деп тұр. Бұл нұсқаны біз өшіріп тастаймыз, өйткені бұл осы шақта, өткен шақта емес. Either to the cinema or theater. Бұл логикалық тұрғыдан дұрыс емес, өйткені кинотеатр немесе театр жайында ешқандай сөз болған жоқ. Сөйтіп, мынаны да біз өшіріп тастаймыз. It was cold and windy last night. Кеше өте салқын, суық және желді болған екен. Бұл ауа райын айтып тұр. Бұл ауа райы емес, өзінің не істеген, не айтқан туралы сұраған екенбіз. Сөйтіп, бұны да өшіріп тастаймыз. Келесі. Мына жерде. If you come with us, you will have a good time. Бізбен бірге келсең, бізге іліссең,
бізге ілессең уақытты жақсырақ болып өткізесің деп тұр. Бұл келер шаққа байланысты бір нәрсе, өйткені you will деп тұр, you will келер шаққа. Бізде болса did деп тұр, өткен шақ бұл. Бұны да өшіп тастаймыз. Соң қалған нұсқа I didn't do anything interesting at all. Ешқандай да айтарлықтай қызықты нәрсе істеген емеспін деп тұр. Яғни мына жерде дәл келеді, мағыналық тұрғыдан да дәл келеді, грамматикалық тұрғыдан да. Өйткені didn't do деп тұр, яғни өткен шақтың көмекші етістігі. Didn't do anything interesting at all деп тұр. Сондықтан біз нұсқасын белгілеуіміз керек. Бұл сияқты нелер диалогтар шығады, әлі көп. Диалогтар міндетті түрде шығады. Бұл көбінесе А деңгейіне жатады, немесе кейде қиын сұрақты, қиын сөйлемдер шығуы мүмкін, ол кезде Б деңгейіне жатады. Бұл қатты қиын емес, просто қызықты бір сұрақ ретінде, формат ретінде шығады диалогтар. Келесі. Reading for the gist. Reading for the gist, яғни оқылған нәрсенің мәнісін дұрыс түсіну керек. Яғни автордың не айтқысы келген, соның барлығын түсіне білу қабілетті зерттейтін, анықтайтын сұрақтар екен. Read the advertisement, яғни мына хабарламаны, мына жарнаманы оқыңыздар, және answer the question. Соған байланысты сұраққа жауап беріңіз. Мына жерде сұрағымыз which question is not answered. Мұқият болыңыздар, кейде бізде answered деп тұр, answered, яғни жауап берілген, яғни мына хабарламада жауап берілген сұрақ, немесе берілмеген сұрақ деп тұр. Мына жерде not деп тұр. Сондықтан мына жарнамада жауабы жоқ сұрақты табуымыз керек. Сөйтіп, әзірше оқымай қояйық, жарнаманың өзіне келейік. Мына жерде are you interested in nature? Are you interested in nature? Табиғатқа зәрусың ба? Қызығасың ба? Would you like to take a balloon tour? Немен шармен ұшқың келе ме деп тұр. What about trying horse riding? Атқа міну, немесе paragliding, парапланеризммен айналысасың ба деп сұрап тұр мына жерде. Және then take a trip to Қаскелен Ұзынағаш. Қаскелен Ұзынағашта between August 28 and 30. Тамыздың 28 мен 30 арасында сол жақта не болады екен? Бізде trip болады екен. Trip, яғни қыдыру. Enjoy a two-night stay, 2 түн түнейсің at a 3-star hotel. Яғни қай жерде? 3 жұлдызды отельде түнейсің деп тұр. Қосымша мәлімет үшін for more information call +7 bla 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 bla. Бұл әрине шын емес номер. Сөйтіп, мына жерде біз жарнамамызды оқып шықтық, соған сол жарнамада жауабы жоқ сұрақты тап көрейік. Сөйтіп, what's the name of the place? Яғни сол мекеннің аты бар ма? Бізде сол мекеннің аты бар. Мінекей Қаскелен Ұзынағаш бар екен. Бұл сұраққа жауап бар. Бізге керегі жауабы жоқ деп тұр. Not answered. Сөйтіп, Б. Where do we stay during the trip? Where do we stay? Қай жерде тұрамыз? Қай жерде түнейміз деп тұр. Бізде бар. At 3-star hotel. At a 3-star hotel. 3 жұлдызды отельде тұрады екенбіз. Бұл сұрақтың да жауабы бар. How long is the trip? Қаншалықты созылады мына қыдыруымыз? 2-night stay деп тұр. 2-night немесе ол болмаса August 28, 30. Яғни тамыздың 28 мен 30 арасы. 28 мен 30 арасында болады екен. Сөйтіп, мына сұраққа да жауап бар. What extreme activities do you offer? What extreme activities do you offer? Яғни қандай экстремалды шаралар ұсынып тұрсыз? Бізде экстремалды шаралар balloon tour, яғни шармен ұшу, немесе horse riding, атқа міну, немесе paragliding деген экстремалды спорт түрлері. Сөйтіп, мына сұраққа да жауап бар екен, және соңғы қалған оқымасақ та болады. Бірақ сонда да оқып шығайық. Who are we going to take a trip with? Яғни, мына қыдыруға, мына қыдырысқа кімдермен бірге шығамыз деп тұр. Кімдермен бірге барамыз? Бұл сұраққа жауап жоқ, өйткені мына жерде ондай ешқандай да мәлімет жоқ. Сондықтан бұл оңай сұрақтарға жатады. A деңгейіне жатады. Кейде мына нелер, жарнамалар өте күрделі болып шығады. Өте аз сөздер берілген, және сөздер қиын деңгейде. Мысалы, intermediate деңгейінде, upper intermediate деңгейінде. Яғни, бірақ 9-шы сыныптың
программасына сай сөздер болады. Соған мұқият дайын болыңыздар. Келесі. Crosswords. Кроссвордтар бұлар сөз қорын тексеретін сұрақтар. Мінекей, мынадай таблица беріледі. Таблицада аралас әріптер берілген, аралас әріптер. Бұл жерде find the phrasal verb деп тұр, яғни мына жерде жасырын түрде фразалық етістіктер бар. Фразалық етістіктер. Бізге керек фразалық етістік мынау. Find the phrasal verb meaning to admit one's inability to do something, to abandon the idea, немесе to surrender. Окей? Яғни біз мына жерде қолынан ештеңе келмейтін мойындау, немесе бір пікірді тастау, бас тарту, немесе берілу деген, surrender деген мағынаны білдіретін бір фразалық етістік керек. Оны сұрап тұр. Бізде сөздер, мына жердегі сөздер, words are placed in any direction. Any direction. Яғни сөздер былай да болуы мүмкін, көлденең де болуы мүмкін, диагоналды түрде де болуы мүмкін, үстіне, астына, қандай болса да, любой неде, бағытта, кезген бағытта шығып қалуы мүмкін. Енді мына жерде білетініңіздей, бас тарту, мысалы, бір нәрсені қолынан келмейтін мойындау деген give up болады бізде. Give up деген не болады? Фразалық етістік. Қалғандары да келмейді, бірақ мына жерде қиын нәрсе. Мына сөздің шынымен де мына таблицада бар ма екен жасырын түрде, соны табу керек. Сонымен бізде әлі не істеу керек? Дәлелдеу керек. Енді көп уақыт созбай-ақ қояйық. Бұл сөз give up деген мінекей мына жерде тұр екен. Бұлай. Give up деген сөз. Мынаны тапқаннан кейін ғана мынаны белгілеңіздер. Өйткені кейде мынаған ұқсас, немесе give up-қа ұқсас басқа да сөздер, фразалық етістіктер берілуі мүмкін, синоним ретінде берілуі мүмкін. Және give up мына жерде болмауы мүмкін еді, именно сол синоним мына жерде жасырын түрінде жасырынған болуы мүмкін, соны белгілеу керек болады. Сөйтіп, мынаны міндетті түрде give up-ты мына жерден табыңыздар. Бұлай болса да болады. Мысалы, басқа сөз берейін, тауып керек, мысалы, find out деген бар сөз. Find out. Немесе pick up деген сөз бар. Осылай көп сөздер бар. Тек қана фразалық етістер емес, кез келген тақырыпқа модальды етістіктер, қарапайым сөздер, сын есімдер болуы мүмкін, синонимдер болуы мүмкін. Соның барлығы мына осындай кроссвордтарда жасырын түрінде болады. Соны тапқаннан кейін ғана белгілейсіздер. Яғни біздің тапсырмаға сай болу керек және таблицада да болу керек. Келесі. Unknown language. Бұл қызықты сұрақ, яғни белгісіз тіл. Мына белгісіз тіл деген қызықты форматтағы сұрақ. Яғни грамматиканы, морфологияны және синтаксисті тексеретін сұрақтар. Бұл сияқты сұрақтар оқушының жаңа тілді қаншалықты меңгере білетінін, жаңа тақырыптарды қаншалықты түсіне білетінін, қаншалықты тез түсіне білетінін анықтайтын сұрақтар болып шығады. Сондықтан бұл сұрақтар С деңгейіне жатады, С деңгей. Осындай сұрақтар екінші турдан бастап, үшінші турда да жалғасады. Өйткені мына екінші турдың жалпы Айғанат олимпиадасының жалпы мақсаты өте ақылды, тілге деген бейімділігі бар, оқушыларды анықтап алу, табу деген мақсатпен жасалады. Сондықтан осындай сияқты сұрақтар көп кездеседі әлі де. Сондықтан дайын болыңыздар. Мысал ретінде берейін. Here are some phrases translated from unknown language. Яғни осындай бұл жасанды тіл. Осындай тіл жоқ. Яғни бұл ойдан шығарылған тіл. Сол тілдің грамматикасын, логикасын түсіне білу керек. Синтаксис, қалай сөздердің ретін түсіне білу керек. Түсініңіз ба? Соны анықтап алу керек. Мысал ретінде беріп тұр 3 не берілді? Условия берілді. 1, 2, 3 условия. Сол 3 условиядан не табуымыз керек? Grey domestic dogs деген табу керек. И және 5 нұсқа берілген, жауабы берген. Сөйтіп, Katu beltsa means black cat. Қара мысық. Яғни Katu beltsa black cat деген мағына береді екен ағылшын тіліне. Екінші подсказка беріп тұр.
Katu grisak means grey cats. Байқаңыздар, cats уже мына жерде көпше түрде, мысықтар деп тұр. Grey cats. Енді қайталанған сөз бізде cats деген. Демек, мына жерде де соған ұқсас екі сөз бірдей болу керек. Қарайтын болсақ, katu деген екі сөз бірдей. Бұл cats деген сөз, cat. Бірақ cats деген s көптік жалғау мына жерде берілмеген. Екеуі де katu. Демек, ол cats деген көптік жалғау екінші, яғни сын есімге black және grey деген сөзге қосылады екен. Яғни мына жасанды тілдің логикасы сол екен. Соны табуымыз керек, логиканы түсініп. Сөйтіп, мына жерде beltsa, мына жерде grisak. Әлі түсініксіз. Мына жерде a мен аяқталды, мына жерде k мен аяқталды. Мүмкін деп ойлаймыз, k мен аяқталса, демек ол көпше түрде. Көрейік, үшінші условияда tsakur beltsak means black dogs. Қара иттер деп тұр. Бұл да көпше түрде. Black деген beltsa екен. Мінеки black cat, мына жерде katu beltsa black, мына жерде beltsa. Бірақ оның соңында k деген жұрнақ тұр екен. K деген жалғау тұр екен. Демек, мына жерде grisak және мына beltsak деген k деген жалғау мына тілде жасанды түрде k деген әріпке сай екен. Сөйтіп black cats, tsakur beltsak. Сөйтіп dog деген сөз tsakur екен. Үш условияны алғаннан кейін біз неге көшеміз? Жауаптарға көшейік. Мінеки. Жауаптарына. Which phrase could mean grey domestic dogs? Grey domestic dogs. Яғни grey деген бізде гриса. Мінеки, grey гриса. Гриса деген сөз болу керек. Мінеки. Және dogs деген бізде tsakur. Tsakur деген сөз. Білесіздер, көптік жалғау. Dogs деген көптік жалғау. Зат есімге емес, сын есімге жалғанады екен мына неде, тілде. Және domestic деген сөз, яғни үй жануары, үй иті деген үшінші сөз болу керек. Сөйтіп, мынаған қарасақ, бізде керегі grisak және tsakur grisak деген сөздер бар. Grey dogs. Grisak деген tsakurrak бар, grisak, tsakur, мінеки мынау бар екен. Tsakur grisak, мынау бар екен. Tsakur grisa, мынау болмайды, өйткені k-сі жоқ. Мұны өшіріп тастаймыз. Мына жер tsakurrak, түсініксіз. Пока что. Grisa etseko деген, мынаның tsakуры жоқ екен. Мұнда өшіріп тастаймыз. Сөйтіп, бізде не шықты? Б және С жауабы шықты. Мынаның екі сөз. Үштің орнына екі сөз берілген екен. Бізге керегі үш сөз. 1, 2, 3. Сөйтіп, 1, 2, 3, etseko, tsakur grisak. Tsakur grisak, grey dogs, неке k, dogs көпше, және etseko, domestic деген екен. Сөйтіп, біз Б нұсқасын таңдауымыз керек еді. С нұсқасы дұрыс емес, өйткені бұл тек қана grey dogs деген мағынаны береді. Domestic деген сөзі кем екен, жоқ. Сөйтіп, Б нұсқасын белгілейміз. Бұл сияқты сұрақтар әлде көп кездеседі. Осындайға дайын болыңыздар. Бұл ешқандай дайындықты қажет етпейді, тек қана оқушының қаншалықты жаңа форматты, жаңа мәліметті, жаңа логиканы қабылдай алады, түсіне алады. Соны тексеретін сұрақтар. Сөйтіп, келесі сұраққа көшейік. Jumbled letters деп тұр. Jumbled letters, мына жерде яғни араласқан, шатасқан әріптер деп айтсақ болады. Бұл форматтағы сұрақтар vocabulary, сөз қорын және қаншалықты оқыған, қаншалықты меңгереді, түсіне біледі, соны тексеретін сұрақ екен. Бұл да жаңағыдай ағылшын тілін қаншалықты білетінін және қаншалықты түсіне алатынын, меңгере алатынын және логикасын қаншалықты қолдана алатынын тексеретін сұрақтар түрі. Сөйтіп, try to read the text with jumbled letters, араласқан әріптер, and answer the following question. Және мына жердегі сұраққа жауап беріңіз. Entitle the text. Бұл текстке, бұл мәтінге біз тақырып таңдауымыз керек. Яғни тақырып таңдау үшін әрине бұл текстті түсінуіміз керек. Не туралы екен? Оның мәнісін, мағынасын. Сөйтіп, оқып көрейік. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. According to research at Cambridge University,
It doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be in the right place. Мінекей, бұл жерде бәрі түсіндірілген. Яғни, мынаны оқи алатынына таң қалдым алғашында. Оказывается, according to research at Cambridge University, Cambridge университетінде осындай бір не зерттелген екен, жұмыс жүргізілген, әріптердің, сөздегі әріптердің бірінші және соңғы әрпі орында ғана болса, арасында, ортасында әріптердің реті вообще маңызсыз. Яғни, қандай ретте тұрса да, ол маңызды емес. Сонда біз сонда да оқи аламыз. The rest can be a total mess. Яғни, полностью хаос болуы мүмкін. And you can still read it without a problem. Әлде ешқандай қиындықсыз оқи алады екенсің. This is because the human mind, адамның миы, does not read every letter by itself. Әр әріпті бір-бірлеп оқымайды, біздің миымыз, but the word as a whole. Сөзді толықтай оқиды. То есть бүтін сөзді оқиды екен. Amazing, деп сұрақ сұрайды. Сөйтіп, бұл текст түсінікті. Біз оқи аламыз. Бұл қашан қиын болады? Егерде мына жердегі сөздерді біз өмірімізде кездестірмеген болсақ. Яғни сол сөздерді білмесек, сол кезде мына текст, мына мәтін бізге қиын болады. Өйткені мына сөздің, мысалы, мына сөзді алайықшы. Аймен басталады, темен аяқталады, бірақ біз сондай сөзді мүлдем кездестірген жоқпыз. Сөйтіп, қандай сөз екен біз әрине біле алмаймыз. Бұл біз үшін құпия болып қалады. И осындай сөздер көп болса, хотя бы жартысы болса, біз мына мәтіннің мағынасын шығара алмаймыз. Шығара алмағандықтан біз мына сұрақтарға да жауап бере алмайды екенбіз. Сөйтіп, entitled text қандай тақырыпта жазылған? I'm a superhuman. Мен суперменмін, суперхуманмын. Бұл суперхуманның ешқандай қабілеті емес, ол туралы емес. Бұл кез келген адамның істей алатын іс-әрекеті. Өйткені ол адамның миының қабілеті екен. Екіншісі Cambridge University, Cambridge университеті туралы деп. Мына жерде айтылған Cambridge университетінде жүргізілген бір не екен, зерттеу екен. Бірақ бұл Cambridge университеті емес, бұл жалпы адам миының қабілеті, күші туралы айтылған нәрсе. Қалай оқи алатынын айтқан мәтін екен. Үшіншісі, the phenomenal power of the human mind. Бұл келеді. Яғни, адам миының феноменалды күші. Мынаны белгілейік. Қалғанда all the matters, яғни әріптердің реті маңызды деп тұр. Бұл жерде керісінше маңызды емес деп тұр. Қай жерде? It doesn't matter деп тұр. It doesn't matter in what order the letters in a word are. Яғни сөздегі әріптердің реті қандай ретте тұрса маңызды емес деп тұр. Мынау болса керісінше маңызды деп тұр. Сондықтан бұны да өшіріп тастаймыз. A, B, C және E. How to enter the Cambridge University. Cambridge университетіне қалай түсуге болады деп болжап тұр. Бұл да дұрыс емес. Сондықтан C нұсқасы дұрыс болып шықты. Мынау сияқты jumbled letters деген тексттер көп болады. Міндетті түрде екінші турдан бастап, үшінші турда да кездеседі. Бұл тексттер және мына текстте қолданылған сөздер барлығы 9 сыныптың бағдарламасына сай. Яғни intermediate, pre-intermediate және intermediate деңгейіне сай болып шығады. Соған дайын болыңыздар.